Саламатсыңдар ма, балалар? Бізде бүгін қазақ тілі сабағы басталды. Келіңдер, шаттық шеңберін құрайық. Рахмет сендерге. Қазір мен сендерге чупа-чупс таратамын. Әрқайсың бір біреуден таңдап алыңдар. Өздеріңе балалар, өткен тақырып бойынша қайталау жүріп өтейік. Көріп тұрғандарындай, алдарында сурет галереясы. Суретте не суреттелген? Шырын. Қандай шырындардың суретін көріп тұрсыңдар? Қандай шырын? Ана шырын. Өрік шырыны. Апельсин шырыны. Ал шырындар қандай болады? Тәтті, салқын. Осы сөздердің жазылуы сендер ұмытқан жоқсыңдар ма? Тексеріп шығайық. Кәне, Таяна дәмді сөзін жазшы. Артем, сен де шыға ғой. Сен тәтті сөзін жазасың. Шыға ғой. Айзере салқын сөзін жаз. Айзере, сен мына жаққа жаз. Салқын. Ал балалар, бүгінгі тақырыбымыз, бүгінгі өтетін жаңа сабағымыз анардың пайдасы бар ма? Өздерің қалай ойлайсыңдар? Анардың пайдасы бар ма? Мен ойлаймын, анардың пайдасы бар деп. Неге? Өйткені ол Дәрумендерге бай, иә? Жарайсың, Айзере, отыра ғой. Жарайсың. Енді қараңдар. Бүгінгі біздің тақырыбымызда өтетін жаңа сөздеріміз. Пайдалы, полезный, пайдалы, полезный, салқын, прохладный, жылы, теплый. Ал балалар, сендерге тапсырма берілді. Екі топқа да. Бірінші топ бойынша айналмалы бекет, сендерге берілген сөйлемдер бойынша шағын мәтін құрау керек. Ал екінші топ бойынша бұлттар сөзі. Сендерге бұлттарда жазылған сөздерден шағын мәтін құрау керек. Надо составить по данным предложениям короткий текст. Поняли? Да. Түсіндіңдер ма? Иә. Ал Сұлтан, кел мына жаққа, екінші топ қосыл. Тұрамыз. Қосылып, кәдімгі жұмыс жасаймыз. Ал Алида, мына жаққа бірінші топқа жақындаймыз. Айзере, қосыламыз. Берілген сөйлемдер бойынша шағын мәтін құраймыз. Сендерге жұмысты бітіргенге дейін 5 минут беріледі. Берілген сөйлемдер бойынша сөйлемдерді оқимыз. Ал балалар, аяқтаймыз. 5 минут аяқталды. Аяқтаймыз жұмысымызға.
Кәні кім қорғайды жұмыстарын? Әр топтан. Бірінші топ кім қорғайды? Бірінші топ Таяна, Артем, Алида, шығамыз. Шығайын. Кел. Сұлтан, Рубар, Айкөркем. Кәне бірінші топ қорғаймыз. Не істедіңдер? Балалар ана шырынды ішіп отыр, қызанақ шырыны жылы, апельсин шырыны салқын, мен алма шырыны ішемін, шырын пайдалы. Жарайсың. Қызанақ шырыны пайдалы, шырын жылы, ана шырыны пайдалы, шырын салқын, жылы. Жарайсың. Рубара, сен оқышты. Ал, екінші топ, бірінші топтың жұмысына баға берейік. Қараңдаршы, жақсылап. Қараңдар. Жұмысына қараңдар. Қате бар ма? Дұрыс па барлығы? Егер де барлығы дұрыс болса, мынандай баға береміз. А егер де бір қате болса, бұлайына береміз. Егер де барлығы қате болса, бұлайына береміз. Қандай баға бересіңдер? Неге? Неге ондай баға берді? Потому что все предложения правильные. Молодцы. Ал, енді біз бірінші топтың бағасын алдық. Екінші топтың жұмысын қалай бағалайсыңдар? Өз бағалап беріңдер. Жарайсыңдар. Неге сендер ондай баға беріңдер? Тут все предложения правильные. Жарайсыңдар. Дұрыс. Отыра қойыңдар. Отыра қойыңдар. Кәне өзіміздің жұмысымызға от шашу бағасын береміз. Кәне 1, 2, 3 деп қолшық бағытаймыз. Кәне 1, 2, 3. Жарайсыңдар. Шаршадыңдар ма? Кәне сергіту сәтін жасайық. Ал шаршадыңдар ма балалар? Кәне сергіту сәтін жасайық. Орнымыздан тұрайық. Алла қанды тұрайық. Оңға қарай бұрылып, солға қарай бұрылып, бір отырып, бір тұрып, орнымызды тұрайық. Жарайсыңдар. Ал енді демалып болсақ, келесі тапсырманы орындаймыз. Келесі тапсырмамыз сәйкестендіру. Бұл жұптық жұмыс болады. Қазір мен барлықтарына осындай жұмыс беремін. Екеуден бір тапсырманы орындаймыз. Сәйкестендіру. Қай сөзден дұрыс екенін белгілеп шығамыз. Бірге жұмыс істейміз, бірге. Вместе работайте. Кәне. 5 минут беріледі. Кәне. Тоқтатамыз жұмыстарды, уақыт бітті. Кәне, барлықтарын бітірдіңдер ма? Барлықтарын бітірдіңдер ма? Жарайсыңдар. Кәне, тексерейік жұмыстарымызды. Дұрыс па? Қызыл карандашпен дұрыс емес болса, минус қоямыз. Егер де дұрыс болса, жасыл карандашпен птичка қоямыз. Түсіндіңдер ма? Кәне, тексереміз. Кімдікі дұрыс? Ана шырыны, қызанақ шырыны, алма шырыны, сәбіз шырыны, апельсин шырыны. Тексеріңдер ма жұмыстарын кәні? Бәріңіздікі дұрыс па? Ал балалар әрқайсысының столдарында анардың карточкалары жатыр, я? Анарлары жатыр. Сол анарға бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңіз жазыңдар. Рефлексия. Хорошо? Анарларды алдыңдар да? Соны бүгін сабақта не түсіндіңдер, не түсінген жоқсыңдар, соны жазамыз. Мына ағашқа келіп, сол анарларды жабыстырамыз. Кім жоғары жабыстырады, соның білімі жоғары болады. Түсіндіңдер ма? Егер де бір тапсырманы тақырыпты түсінбесеңдер, оны ортасына жабыстырыңдар.
Егер де мүлде түсінбесеңдер, онда астына жабыстырыңдар. Жарай ма? Ja. Ал жазып болсаңдар, жайлап келіп жабыстырамыз. Келе қойып, Айзере бірінші топтан басыңдар. Келді. Бірінші топ. Шығамыз. Шығамыз. Жабыстырайық. Жабыстырыңдар. Жабыстырамыз, жабыстырамыз, жабыстырамыз. Таяны. Неге жоғары жабыстырдыңдар? Неге жоғары жабыстырдыңдар? Өткені біз сабақ түсіндік. Түсіндіңдер, иә? Ал екінші топ шығамыз. Екінші топ. Тез шығамыз. Жабыстырамыз. Тез. Жабыстырамыз. Ал есіктер жауапса жабыстыра береміз. Қалған жерімізге жабыстырамыз. Ал жарайсыңдар, бүгінгі сабаққа қатысқандарға рахмет. Өте тамаша, белсенді қатысыңдар. Алдарындағы дескрипторларға бағаларыңды қойып шығыңдар әрқайсың. Мен сабақтың соңында тексеріп шығамын. Және де үй тапсырмасын күнделікке жазып алыңдар. 36-шы беттегі 3-ші тапсырма. А не видео.